Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы рахит ауруы. Бүгінгі сабақта рахит ауруының туындау себептерін, патогенезін, клиникалық белгілерін, диагнозын және де емдеу әдістерін талқылайтын боламыз. Рахит ауруы D витаминінің фосфор, кальцийдің алмасуының бұзылуы салдарынан организмде сүйектің құрылысының өзгеріп, олардың мал өміріне қажетті қызметтерінің нашарлауымен сипатталатын төлдерде кездесетін созылмалы ауру болып табылады. Қозылар, лақтар, бұзаулар, торайлар, күшіктер жиі ауырады, құлындарда сирек кездеседі. Ірі жануарлар табиғи жағдайларда ауырмайды десе де болады. Аурудың жыл мерзіміне байланысы да бар, әсіресе күздің аяғында, жазғы тұрымның басында жиі тіркеледі. Алдарыңызда рахит ауруы кезіндегі бұзаудағы өзгерістер. Сүйектері сынғыш, майысқыш келеді. Аурудың негізінде кальций, фосфор тұздарының алмасуларының жеткіліксіздігінен сүйектің шеміршектенуі жатыр. Ал ол алмасуды реттейтін D2, D3 витаминдер болып табылады. Өсімтал жас малдарға күнделікті 4-10 әсер бірлігіндегі килограмм мөлшерінде D витамині қажет болып табылады. Төлдер ондай қажетті витаминді уыздан, сүт арқылы алады. Мына жерде де әртүрлі төлдерде рахит ауруы кезіндегі өзгерістерді байқауымызға болады. Салмағы 30-40 килограмм бұзауға күніне 6,4-9,6 грамм кальций керек болып табылады. Аурудың негізгі себептері қандай? Негізгі себебі рационда кальций, ферол, D витамині, кальций, фосфорлардың жеткіліксіздігі болып табылады. Төлдерді күн сәулесімен шомылдырмағанда, ультракүлгін сәулесінің жеткіліксіздігі кезінде де осы ауруға шалдыққыш келеді. Малдың азығында кальций мен фосфор жеткілікті мөлшерде болып қана қоймай, олардың ара қатынасы да дұрыс болуы қажет. Дамуы. Кальций-феролдың жеткіліксіздігі организмдегі тотығу, тотықсыздану реакциясын әлсіретеді. Зат алмасуының бұзылуы қанда қышқыл қалдықтарының шоғырлануын туғызады. Осының салдарынан пайда болған ацидоз қос қалқан тіндерінің қызметін үдетеді. Ол барып лимон қышқылының түзілуін үдетеді. Сүйектерде кальций мен фосфор дұрыс алмаспағандықтан, олардың химиялық, физикалық қасиеттері өзгереді. Жіліктердің кемік басы, қабырғаларының басы жуандап, шеміршектенеді. Шеміршек пен сүйектің шекарасы жойылып, шеміршектің сүйекке айналуы нашарлайды. Жылдам өсетін төлдерде бұл процесс тез білінеді. Өлекседегі өзгерістер. Сүйектері жұмсақ болып келеді, оны инемен тесуге, пышақпен оп-оңай кесуге болады. Олардың буын жақ бастары жуандаған, қисайған, кейде қабырға еттерінде ойық пайда болады. Жілік сүйектерінде тілген кезде шеміршектің көптігі байқалады. Сүйек қабы қалыңдаған, кемік бастары қанталаған, май қуысы кең жіңішкеріп, ұзарған болып табылады. Клиникалық белгілері. Төлдердің тәбеті нашар, бұзылған, алдыңғы қаншақтардың жиырылуы әлсіз және сирек. Олар әртүрлі заттарды, лас жүнді, төсенішті, қабырға балшықты, топырақты, нәжіспен ластанған сұйықты жалап-жалмап ішеді. Осының бәрі ас қорыту жүйесінің жұмыстарының бұзылуына әкеліп соғады. Барысы, ауру көбінесе созылмалы түрде өтеді және де басқа аурулармен жиі асқынатыны байқалады. Анықтау үшін ауруды малды жан-жақты тексеріп, азықтандыруын, күтіп бағу жөніндегі деректерді жинайды, негізгі клиникалық белгілерін анықтайды, қанды лабораториялық зерттеуден өткізеді, құйрық омыртқаларды рентгенге түсіреді. Ауруды мыстың жеткіліксіздігінен болатын аурулардан, атап айтсақ акупороздан, сүйек пен буынның басқа ауруларынан ажырата білуіміз қажет.
Емдеу үшін не істейміз? Төлдердің күтімі мен азықтандыруын реттейміз, ашық күнде серуендетуді ұйымдастырамыз, ультракүлгін сәулесімен қамтамасыз етеміз, рационда жеңіл қорытылатын құрамында протеин, минералды заттар, микроэлементтер, азықтық заттар болуын назар аударамыз, витаминге бай, көк шөп, жоңышқа, шөп ұнын, сүт, сәбіз сұлысын беруге тырысамыз. Терінің астына қан жібереміз, сәулелендірілген ашытқы жібереміз, белокты гидролизатты қолдануымызға болады. Аурудан алдын алу үшін не істеуіміз қажет? Жалпы және арнайы шаралар деп бөлуімізге болады. Жалпы шараларға жататындар асыл тұқымды мал өсіру, буаз малдардың азықтандыруын, күтімін жақсарту. Арнайы шаралар малдардың тууына 4-6 жұма қалғаннан бастап ультракүлгін сәулесімен қамтамасыз ету, балық майын, сәулелендірілген ашытқы, эргокальциферол, 3 витамин беруіміз қажет. Төл организмін бірінші күннен бастап протеинмен, ретинолмен, кальциферолмен, минералды заттармен қамтамасыз етуіміз қажет. Сынап кварц лампасымен қыздыруды, серуендетуді дұрыс ұйымдастыруымыз қажет. Жоғарыда көрсетілген дәрілердің сақтандыру үшін ұсынылған дозаларын қадағалап, үнемі беріп отыруымыз қажет. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Жақсы, сау